Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Сендермен бірге шәкірт онлайн мектебі және мен Камила Әзи. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ғарыш дегеніміз не? Сабаққа дайын болсақ, ендеше бастайық. Сабақтың мақсаты ғарыш дегеніміз не екенін түсінесің. Астрономияның нені зерттейтінін білетін боласың. Сабақта қолданылатын тірек сөздер астрономия, ғарыш және шоқ жұлдыз. Ғарыш бұл шексіз кеңістік. Онда ғаламшарлар, жұлдыздар және басқа да ғарыш денелері бар. Ғарыш денелеріне ғаламшарлар, жұлдыздар, кометалар, астероидтар жатады екен. Ежелгі астрономия. Суретке қарап, адамдардың ежелден астрономиямен не үшін айналысқанын анықтайтын боламыз. Суретке қарайық. Бұл жерде жұлдыздарға байланысты, ғарышқа байланысты жасалынған карта белгіленген. Және мына жерде біз көшпелілердің, немесе ежелгі адамдардың, біздің ата-бабаларымыздың аспандағы жұлдызға қарап, өздерінің бақытын анықтап жатқандығын көре аламыз. Ал мына суретте диханның аспандағы жұлдыздарға қарап, немесе күнге қарап, ауа райына қарап, қай кезде егін егу керек және оны жинау керек екендігін анықтап біліп жатқандығын көре аламыз. Адамдар күнді, айды бақылап, алғашқы күнтізбелерді құраған. Дихандарға күн қай кезде жылынып, қай кезде суық түсетінін білу қажет болған. Көшпенділер, теңізшілер, аңшылар аспандағы жұлдыздарға қарап, бақытты бағдарлай білген екен. Астрономия аспан денелерін, олардың құрылысын, қозғалысын зерттейтін ғылым. Арнайы құралдардың көмегінсіз түнгі аспаннан нені көруге болады? Өзің байқап көрші. Әрине біз түнгі аспаннан көптеген жұлдыздарды көре аламыз және айды көре алады екенбіз. Сен сол жұлдыздардың атын білесің бе? Жақсы. Адамдар аспанда шоғырланып әртүрлі өрнек құрап тұрған жұлдыздарды, шоқ жұлдыздарды байқаған екен. Содан кейін оларға атау берген, мысалы таразы, егіздер, шаян және басқалар. Шоқ жұлдыздар көмегімен бағдарлау жеңіл болған екен. Мінекей балалар, сендер секілді балақайлар осы шоқ жұлдыздарды қарап, үйреніп, түсініп жатыр екен. Сен білесің бе? Астрономия сөзі гректің астрон, жұлдыз, номос, заң деген екі сөзінен шыққан. Ол жұлдыздар заңы деп аударылады екен. Ежелгі адамдар аспанда құдайлар өмір сүреді деп сенген. Олар жердің пайда болуы, күн мен түннің ауысуы туралы аңыздар ойлап тапқан. Көптеген шоқ жұлдыздар құдайлардың аңыздағы кейіпкерлердің аттарымен аталады екен. Балақай, саған тапсырма беремін. Аңыздар кітабын дайындау үшін бірнеше шоқ жұлдыздарды таңдап ал. Қажетті мәліметтерді жина, суреттерін сал және мұқабасын жасай ғой. Балалар, осымен біздің ғарыш тақырыбына арналған сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.